Біз өсімдік физиологиясында су режимін бөлімін қарастырып жатырмыз. Бүгінгі дәрістің тақырыбы транспирация, оның өсімдік тіршілігі үшін маңызы. Өсімдік бойымен судың жоғары көтерілуінде тамыр қысымынан басқа оған активті қатысатын өсімдік жапырақтарынан суды булануы жоғары жылжытқыштың маңызы үлкен. Өсімдіктердің жер бетіндегі мүшелердің бетінде судың булануын транспирация деп атайды. Бұл сырттай қарағанда физикалық процесс сияқты көрінгенімен, өсімдік денесінен судың жұмсалуы оның анатомиялық және физиологиялық ерекшеліктеріне де байланысты. Осыған байланысты өсімдіктің суды жұмсауын суды буландыру деп атамай, транспирация немесе суды жұмсау деген дұрысырақ. Өсімдік суды өте көп жұмсайды. Мысалы, орта өнім беретін бидай өсімдігі өзінің вегетациялық мерзімі кезінде жұмсайтын суы жауған жауын-шашын мөлшерінен артық болады. Клементий Аркадьевич Тимирязевтің дәлелдеуі бойынша, астық тұқымдас өсімдіктер денесінде 1 бөлік құрғақ зат синтездеу үшін 1000 бөлік су жұмсайды. Өсімдік денесіндегі құрғақ зат түзуге кететін судың грамм мөлшерін транспирация коэффициенті деп атайды. Транспирация коэффициенті әртүрлі өсімдіктерде түрліше болып келеді. Мысалы, асбұршақта 270-800, картөпте 300-636, зығырда 400-905, күріште 500-ден 800-ге дейін. Транспирацияның өсімдік тіршілігіндегі маңызы төменгі қызметтермен сипатталады. Бірінші, судың транспирациялануы нәтижесінде өсімдік жапырақтарының су сору күші артып, өсімдіктің барлық вегетативтік органдарына су мен онда еріген минералды заттардың баруына мүмкіндік туады. Екінші, транспирация үнемі устица немесе лептестіктер арқылы өтеді де, оның әрқашан ашық болып, газ алмасу процесін тездетуіне жағдай жасайды. Үшінші, жапырақ тақталары арқылы булану барысында жапырақ оның күйіп, құрғап кетуіне кедергі келтіреді. Төртінші, транспирация нәтижесінде жапырақ клеткаларындағы барлық тіршілік процестерінің қарқынды жүруіне мүмкіндік туады. Устицалық және кутикулалық транспирация. Өсімдіктің су жұмсалуының екі жолы бар. Ол устицалық және кутикулалық транспирациялар. Жапырақ устицаларымен қатар жапырақтың жабыны кутикулаларда су жұмсауға қатысады. Судың кутикула арқылы жұмсалуы кутикулалық транспирация деп атайды. Кутикулалық транспирацияның шамасы өсімдіктің жасына, түр ерекшелігіне, экологиялық жағдайларына байланысты. Кутикулалық транспирация қарқындылығы устицалық транспирация қарқындылығынан аз болып келеді. Бірақ өсімдік жапырақтарының өте жас кезінде суды жұмсалуының өзі де кутикулалық болып табылады. Кутикулалық транспирацияны зерттеу үшін устица аппараттары жапырақтың бір бетінде болатын өсімдікті алып, устица орналасқан жағына ланолин жағады. Бұл жағдайда су негізінен кутикула арқылы буланады. Осындай тәжірибелердің нәтижесінде қайыңның жас жапырағының кутикулалық транспирациясы 51%, ал устицалық транспирациясы 49%-ға тең болатынын көрсетеді. Ал оның ескі жапырақтарының кутикулалық транспирациясы 15,4%, устицалық транспирациясы 84,6%-ға тең болатындығын аңғартады. Бұдан жас жапырақта кутикулалық транспирация тез жүріп, жапырақтың жасы артқан сайын кутикула қалыңдап, оның суды буландыру қабілеті азайып,
су булану негізінен устица саңлаулары арқылы орындалатынын аңғаратады. Устицалық транспирация устица саңлаулары арқылы жүреді. Устица саңлауының кеңеюі немесе тарылуы арқылы жапырақ тақталарындағы транспирация қарқындылығы үнемі реттеліп отырады. Устица саңлауының ашылуы мен жабылуы оның қақпа жасушаларының қызметіне байланысты. Және устицаның ашылуы мен жабылуы қақпа жасушаларының тургырлық жағдайларына да тәуелді. Устицадағы қақпа жасушаларының тургыры оның осмостық жағдайына әсерін тигізеді. Қақпа жасушаларында крахмалдың қантқа айналуы жасушаның осмос қысымын арттырса, соған сәйкес оның сору күші де артады. Ал қақпа жасушаларына су келіп, оның тургырын қамтамасыз етеді. Керісінше, қақпа жасушаларының қанттың крахмалға айналуы жасушаның осмос қысымын кемітсе, онда сору күші азайып, жасушаның тургыры төмендеп, саңлаудың жабылуына әкеліп соғады. Канада физиологы Скарстың гипотезасы бойынша устица саңлауының өзгеруі көмірқышқылды газының концентрациясына байланысты екендігін былай түсіндіреді. Көмірқышқыл концентрациясының жарық кезінде азаюы қақпа жасушасының pH-ын арттырып, саңлаудың ашылуын күшейтсе, ал қараңғы кезде көмірқышқыл газының концентрациясы артып, соған сәйкес қақпа жасушаларының pH-ы азайып, саңлаудың тарылуына себепші болады. Сол сияқты қақпа жасушаларындағы pH-тың өзгеруі ондағы ферменттердің қызметіне әсер етеді. pH мөлшерінің сілтіге қарай ауытқуы крахмалды гидролиздейтін ферменттердің қызметін күшейтеді. Ал pH қышқылдық бағытқа ауытқысы, керісінше крахмал синтездейтін ферменттердің активтілігі артады. Сөйтіп, устицаның ашылып жабылуына сыртқы ортадағы жарық пен қараңғы, көмірқышқыл газының концентрациясынан басқа су тапшылығы да күшті әсер етеді. Транспирация қарқындылығын анықтау әдістері. Транспирация қарқындылығын анықтау әдістері үлкен 3 топқа бөлуге болады. Бірінші, салмақты өлшеу әдістер тобы, оған торзион таразысы арқылы анықтау, аптека таразысындағы анықтау және ағаш тектес өсімдіктерде жүргізетін Иванов әдісі тағы басқа жатады. Екінші, салыстырмалы әдістер тобы, оған инфильтрация әдісі, пленкалы әдіс, хлорлы кобальт қағазы арқылы анықтау әдісі. Үшінші, көлем әдістер тобы, оған береткалы немесе басқа шыны ыдыстардағы өсімдіктің суды транспирациялауынан судың өзгерісін анықтау әдісі, фотометр әдісі және тағы басқа жатады. Су алмасуының өзгеруі және оның өсімдікке тигізетін әсері. Өсімдік денесінде суды қабылдап, оны өзінің денесі арқылы жылжытуы және сол суды жұмсауы өсімдіктегі су алмасу деп аталады. Өсімдіктің қабылдаған су мен жұмсалған суының қатынасын өсімдіктің су балансы деп атайды. Ол бірнеше түрлі болуы мүмкін. Оның негізгі 3 түрін анықтауға болады. Өсімдіктің қабылдаған суы жұмсалған судан артық болуы. Екінші, жұмсалған судың қабылданған судан артық болуы. Үшінші, қабылдаған су мен жұмсалған судың тең болуы. Өсімдікке сыртқы орта жағдайлары қолайлы болғанда, әрқашанда өсімдіктің қабылдаған су мен жұмсалған суының мөлшері бірдей болады. Өйткені өсімдік әр уақытта қабылдаған су мен жұмсалған суын теңестіріп отырады. Мысалы, өсімдік күнделікті қабылдайтын суын қабылдады дейік. Бірақ ауа ылғалдылығы артып кетсе,
оған сәйкес транспирация қарқындылығы төмендейді. Сондықтан өсімдік артық суын гутация процесі арқылы сыртқа шығарып құтылады. Шын мәнісінде өсімдікке сыртқы орта жағдайы ылғи қолайлы болуы мүмкін емес. Соған сәйкес өсімдіктердегі су алмасуы да өзгереді. Өсімдіктің қабылданған суының жұмсалған суынан артық болу себебі: өсімдік су тапшылығына ұшырағаннан кейін су жеткілікті болған кезде жасушалар мен ұлпалар вегетативтік органдар мен сумен қанықтыру үшін бір қабылдаса, күнделікті жұмсайтын суын екінші рет қабылдайды. Қабылдаған судан жұмсалған судың артық болуы өсімдік су тапшылығына ұшыраған кезде байқалады. Бұл кезде өсімдік клеткалары суға қанығудың орнына суынан айырыла бастайды да өсімдіктің тұрғыры түзіледі. Сөйтіп өсімдік су тапшылығына ұшырай бастайды. Мысалы, күн ыстық кезінде мендуана немесе қабақ өсімдіктері жапырақтарының солып тұрғанын көруге болады. Ал кешке қарай транспирация қарқындылығы әлсіреу немесе судың аз жұмсалуы нәтижесінде олардағы су тапшылығы жойылып, тұрғыр қайтадан қалпына келеді. Барлық өсімдіктерде су тапшылығы өсімдіктің сырт пішінін өзгерте бермейді. Өсімдік солған кезде оның денесіндегі заттардың алмасуы су тапшылығынан қарсы тұра бастайды. Бұл кезде өсімдік денесіндегі тіпті клеткаларындағы күрделі қант крахмалдарының ыдырауы артып, қарапайым қантқа айналады. Бұл кезде өсімдіктің тыныс алуы артады. Ал тыныс алу кезінде аздап болса да су молекулаларының түзілетіні байқалады. Ондай су арқылы өсімдік су тапшылығына уақытша қарсы тұра алады. Өсімдіктің солуының сақталу уақытына қарай екі түрі болады. Бірінші уақытша солу, екінші ұзақ уақыт солу. Егер өсімдік күндіз солу күйінде болып, кешкісі немесе таң алдында су қаныққан қалпына келсе, оны уақытша солу деп атайды. Егер күндіз солу қалпында болған өсімдік таң атада солу қалпында қалса, оны ұзақ уақыт солу деп атайды. Өсімдік солған кезде жасушаларының солу күші артқанымен топырақта су жеткіліксіз болғандықтан басқа вегетативтік органдарындағы суды сорып алады. Соның нәтижесінде өсімдіктердің өте нәзік тамыр түктеріндегі су мен минералдық заттарды қабылдайтын бөлімдері құрғап, сусызданып, жасушадағы протоплазма бастапқы қалпына келмейтіндей коагуляцияға ұшырайды. Яғни өлімге ұшырайды десек болады. Ондай өсімдіктерді суғарса да бастапқы қалпына келмейді. Өсімдік мүлдем тіршілігін жояды. Өсімдік тіршілігінің жойылуының екінші бір себебі жасушалар сусыздана бастағанда олардың биоколлоиды өзгереді. Ондай жасушалардың өзгергіштік қасиеті артып, суғарғанда жасушаларындағы электролиттердің органикалық қарапайым қосылыстарды сыртқа шығарып, экзоосмос құбылысына ұшырайды. Үшінші себебіне жасушалардағы ферменттердің қызметінің бағытының өзгеруін жатқызуымызға болады. Сөйтіп, құрметті студенттер, біз бүгін сіздермен транспирация құбылысын қарастырдық. Өсімдіктегі транспирация құбылысының өсімдіктегі маңызын қарастырдық. Транспирациялардың қандай түрлерін болатынын және өсімдіктердегі су балансын қарастырдық. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.